Баршаңызға сәлем. Біз бүгін оқтаусыз классикалық медовик жасайтын боламыз. Жасанды балмен жасап көрсететін боламын. Ол үшін баяу отта балды сәл ерітіп, қайнатып аламыз. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Осылай қозғап отырып, балды қайнатамыз. Қатты қайнатпаймыз. Видеодағындай майда-майда көпіршіктер шыға бастаған уақытта бал дайын болды деген сөз. Бұл бізде жасанды бал болғандықтан арасынан ешқандай түйіршіктер шықпайды. Соданы салып, балды жақсылап қайнатамыз. Көпіртеміз, яғни сода көпіру керек. Егер көпірмейтін болса, торттан соданың дәмі шығып тұратын болады. Міне осылай көпірген уақытта сары майымызды салып, оттан алып, суытып қоямыз. Балымыз суып жатқанда біз жұмыртқаны қантпен миксерлеп аламыз. Жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. Одан кейін суыған балды массамызды жұмыртқаға қосамыз. Оны жақсылап бір араластырып аламыз. Ұнды бөліп қосамыз. Масса осындай күйге енеді. Сұйық емес, қою емес масса болады. Енді бірден пісіріп алуға көше береміз. Ол үшін формамызды дайындап аламыз. Мысалға мен домалақ пішінде торт жасаймын. Сіздер өз қалауларыңызша. 2 ас қасықтан сала отырып, менде мына жерде диаметрі 22 см торт. 2 ас қасықтан сала отырып, бір тегіс етіп орналастырып шығамыз. Противенге салып, 180 градуста 7 минутта пісіріп аламыз. Уақытқа қарап отырасыздар, себебі оның түрінен білінбейді піскені. Енді кремімізді дайындаймыз. Мен сливки мен сгущенканы араластырдым. Осындай крем шығады. Медовикке қатты қою кремнің қажеті жоқ. Енді піскен корждарымызды видеода көріп тұрғандай жыртылмайды, әдемі болып піседі. Тағы бір ескертетін жайт, пергамент қағазынан суылғаннан кейін ғана алу керек корждарды. Осылай 2 ас қасықтан жаға отырып,
тортты жинаймыз. Міне байқасаңыздар, екінші коржды мен теріс қаратып орналастырдым. Себебі крем жақсы сіңеді. Ең соңғы беткі бөлігін оң қаратып аяқтаймыз. Ары қарай өз қалауларыңыз бойынша жан-жағына, бетіне кремді толықтай жағып, тортымызды жинаймыз. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Корж ұнтақтарымен жасасаңыздар да болады. Торт ұзақ тұруды қажет етпейді. Бірақ сонда да кеңес айтар едім, жарты сағатқа холодильникке немесе салқын жерге қойып алсаңыздар, торт жақсы болып шығады. Кескен уақытта корждары бөлініп кетпейді. Міне осындай классикалық медовик дайын болады. Бұл тортқа ұзақ уақыт кетпейді. 40 минут не болмаса 1 сағаттай уақытыңыз ғана кетеді. Ол енді сіздің пешіңіздің пісіру уақытына байланысты болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай кесілген кезде де жүп жұмсақ, өте сондай оңай кесіледі және оңай алынады. Жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Ұзақ қолыңызды алмайды. Әрі оқтаумен жайып жатудың қажет жоқ. Тез оңай әрі дәмді күйінде жасалады. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.